Саламатсыңдар ма балалар? Қазақ тілі сабағы. Сабағымыздың тақырыбы жалаң және жайылма сөйлем. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты түрлі жағдаяттағы қатысымдық әрекеттерде өз сөзін жүйелі түрде жоспарлап, тілдік нормаларды сақтап сөйлеуді үйренетін боламыз. Жалаң және жайылма сөйлемдерді ажыратуды үйренетін боламыз. Күндей жарқырап, айдай арайлап, жұлдыздай жарқырап, судай мөлдір, таза көңілмен бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Сабағымызды бастамас бұрын мына сұрақтарға назар аударайық. Натюрморт дегеніміз не? Пейзаж дегеніміз не? Портрет дегеніміз не? Осы сұрақтарға 36-шы жаттығуды түсіне оқып отырып, сұрақтардың жауабын білетін боламыз. Бейнелеу өнердің табиғатты бейнеленген түрі пейзаж деп аталады. Пейзаж бейнелеу өнерінің әрбір түрінде кездеседі. Пейзаж маған өте ұнайды. Егер суретте адам бейнеленсе, ол жанр портрет деп аталады. Суретте қозғалмайтын заттарда бейнеленуі мүмкін. Бейнелеу өнерінің бұл түрі натюрморт деп аталады. Тапсырмаға назар аударайық балалар. Мәтіндегі қарамен берілген сөйлемді дәптерімізге көшіріп жазамыз. Сонан соң тұрлаусыз мүшені алып тастап жазамыз. Екі сөйлемді салыстырамыз. Пейзаж маған өте ұнайды. Пейзаж ұнайды. Бірінші сөйлемде балалар тұрлаусыз мүше бар, я? Қарап тұрмыз. Маған өте ұнайды. Кімге ұнайтындығы туралы айтылып тұр. Және екінші сөйлемде тек бастауыш пен баяндауыштан құралып тұр. Ережеге назар аударайық. Және есімізге сақтаймыз. Жай сөйлем, жалаң, жайылма болып екіге бөлінетінін білдік. Бастауыш пен баяндауыштан құралған сөйлемді жалаң сөйлем дейді. Жазира биледі. Жазира кім? Жазира не істеді? Биледі. Бастауыш пен баяндауыштан құралып тұр. Бұл жалаң сөйлем. Тұрлаулы мүшеден басқа тұрлаусыз мүшелері бар сөйлемді жайылма сөйлем дейді. Жазира әдемі биледі. Жарайсыңдар балалар. 39-шы жаттығуға назар аударайық. Сызбаны толықтыру арқылы ережені толық түсінетін боламыз. Жай сөйлем, жалаң және жайылма болып екіге бөлінеді. Жалаң сөйлем бастауыш пен баяндауыштан құралады. Жайылма сөйлем бастауыш, баяндауыш және тұрлаусыз мүшесі болады. Осы балалар ережені, осы сабағымызды түсінгенімізді кері байланыс арқылы білдіретін боламыз. Түсіндім, жасыл түсті таңдаймыз. Қиындықтар кездессе сары түсті таңдаймыз. Мүлдем түсінбесек қызыл түсті таңдаймыз. Назарларыңызға рахмет. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.